Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үйлеріңізде тұрып қалған, яғни жаңағыдай іріп кетпеген сүт болатын болса, сол ашыған сүттен осындай өте жұмсақ болып шығатын құймақтарды жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында қоңырауша батырмасын басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып саламыз және де 4-5 ас қасық қант салып, екеуін кішкене араластырамыз. Оның үстінен 5-6 ас қасық сұйық майды қосамыз да, оны да жақсылап араластырып аламыз. Және де бізге 800 мл сүт қажет болады. Бөлме температурасында болса да, мұздатқышта тұрған болса да ешқандай айырмашылық жоқ. Оның үстінен жарты шай қасық тұзды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді кезекте бізге шамамен 350 граммдай ұн қажет болады. 1 шай қасық разрыхлитель салып, осылай араластырып, күштің көмегімен өткізіп салыңыздар. Сонда ешқандай арасында іртіктері болмай, барлығы жақсылап араласатын болады. Және де венчиктің көмегімен осылай араластыра отыра, арасында ешқандай іртіктері қалмайтындай етіп, жақсылап араластырамыз. Ең соңында қайнап тұрған ыстық судан 1 стакан құйып жібереміз де, тағы 1 рет араластырып жібереміз. Бізде ешқандай қою емес, кішкене сұйықтау масса шығу қажет. Не ожаумен сапырғанда осылай массаларыңыз әдемі, ешқандай арасында іртіктері болмайтын болып тұруы қажет. Табамызды газге қойғаннан кейін жақсылап біріншісінде қыздырамыз да, және де кішкене май жағып жібереміз. Одан кейін жақсылап қызғаннан кейін ғана барып, және бір ожау осылай блинчиктерімізді құямыз да, шет-шеті қызарғанша күтіп тұрамыз. Сіздерге бір лайфхак, осындай шпажка алып қойсаңыздар, шеті жаңағыдай өте оңай алынатын болады. Одан кейін әркім қалай ыңғайлы, біреулер қолмен, біреулер лопатаның көмегімен екінші бетіне аударып жатады. Мен осылай лопатаның көмегін қолданамын. Немесе қолмен аударсаңыздар да болады. Егер де бірінші рет жасап жатқан болсаңыздар, лопатаның көмегін пайдалануға кеңес беремін. Сонда қолдарыңыз күйіп қалмайтын болады. Міне осылай шеттері кішкене қызара бергеннен кейін арғы бетіне аударып аламыз. Және де тағы бір лайфхак, осылай екіншісін пісіріп болғаннан кейін үшіншісін құяр кезде, мысалы, біздің табамыздың астын кішкене қыздырып жіберіңіздер. Сонда сіздердің блинчиктеріңіз осындай ажурный болып, өте әдемі, жұмсақ болып шығады. Мен арасына осындай киндер шоколадтарын қойып, ыстықтай ұсындым. Балалар өте сүйіп жақсы көреді, күшті болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге видеом ұнаған болса, лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Арайлым.